Математика талапкерлеріне арналған оқулық тест. А деңгейінің 6-шы есебі. Ромбының деңгейлерінің қатынасы 6 бөлінген 8-ге тең, ал периметрі 40-ға тең. Ромбының деңгейлерін табыңыз. Есеп шығару үшін ең алдымен ромбыны салайық. Осы ромбыда бізде 2 диагоналіміз бар. Да 1 және да 2. Есептің берілгені бойынша да 1 бөлінген да 2-міз 6 бөлінген 8-ге тең, ал периметрі тең 40. Бұл төрт қабырғасын бір-біріне қосқандағысы, оны немесе 4а десек болады. Осыдан біз а тең 10-ға екенін табамыз. Және біздің диагоналдарын табуымыз үшін негізі ромбыға диагональ сызатын болса, ол ромбыны қаққа бөледі. Және 2 диагоналі ромбыны 4 тікбұрышты үшбұрышқа бөледі. Бұл тікбұрышты үшбұрышымыздың бір катеті бір диагоналінің жартысына, екінші катеті екінші диагоналінің жартысына тең. Енді бізге белгілі бір диагональ мен екінші диагоналінің қатынасы 6 бөлінген 8-ге тең болғаны және тікбұрышты үшбұрыштың Пифагор теоремасын пайдаланатын болсақ, мұндағы 6-ның орнына 6х дейтін болсақ, және 2-ге бөлініп кеткендіктен оны 3х-тің квадраты қосылған 8-де де дәл сондай, бірақ 4х-тің квадраты тең, қабырғамыз 10-ға тең, оның квадраты 100-ге тең. Енді 3х квадрат дегеніміз 9х квадрат, қосылған 4х квадрат дегеніміз 16х квадрат тең 100. 16-ға 9-ды қосқан кезде 25х квадрат тең 100. Х квадрат тең 100-ді 25-ге бөлгенде 4, ал х-мыз 2 болады. Мен 2-ні алмаймыз, себебі ұзындық теріс мәнге ие бола алмайды. Осының арқасында х-ті енді 3-ке көбейтетін болсақ, 6 бұл біздің диагоналіміздің мәні болмайды. Себебі диагоналіміздің мәні бізде 2-ге бөлініп тұр. Ол мұна мысалға d2-ні табатын болсақ, біз сол 6-ны 2-ге көбейтуіміз керекпіз. Сондықтан d2 тең 2 көбейтілген 8, себебі 8 астында тұр, тең 16 десек, d1-міз 2 көбейтілген 6 тең 12 болады. Жауаптар: бір диагоналіміз 12, екіншіміз 16-ға тең. Келесі есебіміз: медианалар үшбұрышты 6 бөлікке бөледі. Бір бөліктің ауданы 25-ке тең болса, үшбұрыштың ауданын табыңыз. Бұл есепті шығармастан бұрын ең алдымен үшбұрыш салатын болсақ, осында үшбұрыш берілген, және осы үшбұрышта 3 нүктесінен, 3 басынан 3 медиана салынған. Медиана дегеніміз білеміз, анықтамасы бойынша қарсы жатқан қабырғаны қаққа бөледі. Енді бізде осы үшбұрышты медианалар 6 бөлікке бөлген. Бұл медиананың қасиеті бойынша осы 6 бөліктің алтауының аудандары бір-біріне тең болады. Яғни
мынау 25, мынау 25, мынау 25. Сөйтіп, мынау да 25, мынау да 25 болады. Ал бізге керектісі үшбұрыш, осы жалпы үшбұрыштың ауданы керек. Сол жалпы үшбұрыштың ауданы табуымыз үшін осы 25-ті бөліктер санын көбейте салсақ болады. Яғни S тең 25 көбейтілген 6 ол 150. Жауабы үшбұрыштың ауданы 150 тең. Келесі есеп номер 8. ABCD және DCMK шаршылар берілген. AB 12 см, O және P нүктелері ABCD және DCMK шаршыларының диагоналдарының қиылысу нүктелері. AKPO төртбұрышының ауданын табыңыз. Ең алдымен екі шаршыны салайық. ABCD және MK. Бұндағы AB-ның ұзындығы 12 тең. OP нүктелері ABCD және DCMK шаршыларының диагоналдарының қиылысу нүктелері. ABCD-ның диагоналдары және DCMK нүктенің диагоналдары O және P нүктелері. AKPO KPO төртбұрышының ауданын табыңыз. Бұл төртбұрыш бізде көрініп тұрғандай трапеция. Бұны енді біз қалай табамыз? Бұнда трапецияның ең алдымен ауданның формасын еске түсірейік. Ол А қосылған Б бөлінген 2 көбейтілген H. Мұндағы А мен Б-мыз трапецияның табандары, ал H дегеніміз биіктік. Биіктікті салатын болсақ, енді диагональдардың қиылысу нүктесінен белгілі бір қабырғаға дейінгі арақашықтық сол шаршының қабырғасының ұзындығының жарысына тең. Және біз білеміз, шаршының барлық қабырғаларының ұзындықтары бір-біріне тең болғандықтан, мына жерде 12, мына жерде 12 болады. Ал мына жеріміз жаңағы қабырғаның жарысына тең ғой. Сондықтан мына жер 6 болады. Және мына жерде солай қайталанғандықтан тоже 6. Екінің қосындысы 12 болады. Сонда жазып қойсақ болады. OP тең 12-ке, ал AK тең 24-ке. Оны немесе А және Б десек болады. Ал мына H-мыз 12-ның жарысына тең, немесе 6-ға тең десек болады. Сонда әрқайсысын өз орнына қоя салсақ, 12 S тең 12 плюс 24 бөлінген 2 көбейтілген 6. 6 мен 2 43 және 12 мен 24-дің қосындысы 36. 36-ны 3-ке көбейтетін болсақ, 72 108 болады. Жауап 108. Келесі есеп. Егер дұрыс үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы 2 түбірәсі 3-ке тең болса, онда үшбұрыштың ауданын табыңыз. Онда бұл есепте берілгені дұрыс үшбұрыш, яғни барлық қабырғасы тең, және оған сырттай сызылған шеңбер. Осы шеңбердің радиусы 2 түбірәсі 3-ке тең дейді. 2 түбірәсі 3-ке тең. Және бізден сұрап тұрғаны
осы 3 burchni A'dan topamiz. Berilgan 3 burchni A'dan topishimiz uchun eng birinchi o'sha 3 burchning qabrasini topishimiz kerakmiz. Bizda mындай formula бар. R тең A бөлінген төбесі 3 деген. Мұнда қабырғасын төбесі 3-ке бөлсек, сол 3 burchқа сыртқы беріп, радиусы анықталады. Бірақ бізде бұл радиус белгілі болғандықтан, екі төбесі 3-ке тең болғандықтан, біз қабырғасын анықтай аламыз. Мұнда қабырғасы 2 көбейтілген төбесі 3-тің квадраты, оның немесе 2 көбейтілген 3, 6-ға тең. Енді A'ны табатын болсақ, A'ның формуласы A квадрат төбесі 3 бөлінген 4. A квадраттың A'ның орнына 6-ны қоятын болсақ, және 6-ның квадраты 36. Оны 4-ке бөлетін болсақ, 9 болады. Және төбесіне 3-ке бөлетін болсақ, жауабымыз осы 3 burchni A'дан төбесі 9-ға 9 төбесі 3-ке тең. Келесі есебіміз A қабырғасы және оған іргелес альфа және бета бурчтары арқылы 3 burchni A'дан табыңыз деген. Бұл есеп күрделірек есеп. Сондықтан 3 burch салып қарайтын болсақ, есеп бойынша A қабырғасы берілген және оған іргелес альфа және бета бурчтар берілген. Енді біз осы ақпаратты пайдаланып 3 burchni A'дан табуымыз керек. Ең алдымен 3 burchni A'дан табуымыз үшін осы 3 burchni A'дан табу формуласын еске түсірсек, ол бізде 2-ден 1 AB синус альфа болады. Мұндағы альфамыз ол жай альфа емес, ол A, B қабырғалардың арасындағы жатқан burch. Егер біз B қабырғасын осы жерде орналастыр дейтін болсақ, берілген есепте альфамыздың орнына бетаны қою керек болады. Және берілген есепте байқайтынымыздай, бұның мәні бізге белгісіз. Құрбы деп жаза салуға болмайды. Сондықтан бұның мәнін анықтауымыз үшін біз синустар теоремасын қолдансақ болады. Синустар теоремасы дегеніміз ол қабырға мен қабырға қарсы жатқан бурчтың синустың қатынастары бір-біріне тең. Яғни Б-ға қарсы жатқан бурч альфа, ол тең болады А және Аға қарсы жатқан бурч. Ол мынау бурч, бұны біз гамма деп белгілейік. Синус гамма. Енді бұл жерде біз Б қабырғасының мәнін таба аламыз. А тең Б тең А көбейтілген синус альфа бөлінген синус гамма. Айда бізде қайтадан проблема шығады. Біз гамма бурчының мәнін білмейміз. Сондықтан еске түсіретін болсақ, 3 burchтың ішкі бурчтарының қосындысы 180 градусқа тең. Яғни альфа қосылған бета қосылған гамма тең 180 градус. Осыдан гамма дегеніміз 180 градус азайтылған альфа қосылған бета. Және бұл гамма синустың ішінде тұрғандықтан, синус гамма болып тұрғандықтан, синус 180 градус азайтылған альфа плюс бета деп жазсақ болады.
алайда егер есепті осылай қалдыратын болсақ, бұл нақты мән болмайды. Нақты мән болу үшін зер салып қарасақ, бұл бізде келтіру формуласы келіп тұр. Келтіру формуласы бойынша синус пи азайтылған альфа тең синус альфаға. Енді альфаның орнына бізде альфа қосылған бетті, ал 180 градус дегеніміз ол пидің өзіне тең. Сондықтан бұл жерде синус альфа қосылған бетті деп жасасақ болады. Енді бұның орнына қайттан өз мәнін қойып жазсақ, сонда болмас а синус альфа бөлінген синус альфа плюс бетта. Ал үш бөліктің ауданы сонда 2-ден 1 көбейтілген бұның орнына а синус альфа бөлінген синус альфа плюс бетта. Мына жерде қате кетіріппін. Альфаның орнына біз беттаны жазуымыз керекпіз. Себебі бізге осы екі қабырғаның арасындағы бұрыш керек. Яғни бетта. Сонда есепті шығаратын болсақ, ауданы s тең а квадрат синус бетта бөлінген синус альфа плюс бетта. Индексі бар. Бұл есептің нақты жауабы.